Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizni görüşler, çalpı çılkı süyüşler. Tuğanlar biz Nokat'a geldik. Uluk Mırza'nın janına geldik tuğanlar. Çıkarışta bugün öte krasavчы аттар çıgat eken dostlar. Uluk Mırza жақсы аттарын taap geliptir. Sındığı екі atты çıgarat ekenmiz. Mына жерде өзүңүздөр көрүп тургандай D деген табросы бар екен. Бұл менимче данчак деген болуш керек. Азыр красота элитный аттарды тугандар силерге көрсөтөлү. Улук Мырза, ассаламу алейкум. Кандай Улукбай? Жакшыбы? Иштер болуп атабы Улукбай? Жакшы эс алып. Дамды алдыңбы Улук? Ишти баштадың? Ишти баштадык. Сезонду ачтым деген а? Сезонду мынакей açık da жарайлайм. Açık da жарай. Өзүмдүн ишим, анан элдики эмес, өзүмдүн ишим. Анда Улукбай бүгүн эмнелерди чыгарабыз? Жакшы аттарды алып келипсиң а менимче? Күчтүүлөр ака. Күчтүүлөр келиптир. Мына Бою чоңдор келиптир. бою чоң. Мына 65 экен. Мынакей бисмилла деп тишиден баштайлы. Тиши канчаны айтып турат ошондо? Мен билишимче Бул кунанда мемеси бар ака. Тавролор дагы бар. кулун тиши менен экен, а? Кулун тиши менен. Мына туганда. Бунун бою канча чыгат Улук? 65 плюс. 65 плюс. 70 дебейсиң? Жок, 70 değil. 65 плюс. Бул менимче данчакпы дейм, а? Таза данчак. Табросунан бери туганда көрсөтөйүн. Ошондо кандай? Россиядан келген аттар бүгүн? Ростоктон келген ака. Ростоктон келген. Данчак издегендер. Бул биринчи номердеги аттын кайман аты кандай Улукбай? Лимон. Лимон деп койдум. Лимон деп. Миңге эмес окшойт. Жок, Азо. Кана? Бир бастырчын ары бери бастырып көрөлү. Бул жакта тугандар кара 5 кашка азыр сындуу атты көрсөтөм. Аны дагы силерге тартып берем достор. Бул лимондун турушу. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Алдыңкы, арканкы оң буттарында, туяктарында агы бар экен. Даже така көрөлү экен достор. Миңге эмес азо экен. Качан келди Улук? 1 жашына келген ака. 1 жашына келген. 1 жашына келген. Ушул жерде чоңойду. Ошол номерimiz үйдө. Үйдө турдубу? Де, караңыздар. Лимон. Туяктары тазабы? Кудай кааласа таза. Былтырдан ушуну алды ака. Бүт өзүм аттарын саткан билесиз. Жылыга бирден экиден кармап коюп жамдайм. Ошондо былтыр алып калып, ошол бойдон чоңойтупсуң да? Былтыр алып калып ошодон бери чоңойтуп. Канча чоңойду? Ака кичине эле тай. Тай кичине беле? 55 эле. Кыйла чоңойтуп тур да. 7-8 тайдын ичинен тандап чын алганмын да. Документ деген жокпу? Документтери бар эми, ону баягы үйдөн алып келип өттүм да. Документтери бар. Бар баягыда. Мына достор, лимон ушундай жерде качкан экен. Туяктарын бир жакшынан көрсөтөйүн. Омуросун. Мына күн жака бир чыгарчы, аттын бир жалтыраган бир көрөлүчү. Караңыздар тугандар. Азыр Улук Мырза бул аттардын баасын айтат. Же сыр болобу, азыр бир сурап коебуз. Караңыздар, турушту. Эми бул 2 жыл өсөт да Улук турабы? Кудай кааласа ака. Кудай кааласа. Жок дегенде 75 мың бере. Жок деген да. Жок дегенде. Дагы жоонорот деген. Чоңою узара. Жоонорот чоңоят, узарат. Кунам болду да. Мына лимондун омуросу. Жегендери жакшы. Алып кирет кудай кааласа. Алып келет, а? Така көрөлө экен. Менги боло элек, така көрө элек. Улукбай, бул аттар баасы айтылабы, айтылбайбы? Айтылат ака. Канча коебуз ушуна? Буну жакыны 7,5. Жакыны 7,5. Бирок келиштире бересиң сен. Аны билем. Окчадан алганмын ака. Себеп ака кандай болгонда жаңырак. Эми ошончо мээнет кылып карадың буну. Жем чөп жеди. Чөп өтө кымбат болууда. Кымбат болгондо багыпсың да буну, а? Кымбатчылыкта Кымбатчылыкта багылган лимон. 7,5 миң деп койдуң. Мына достор көрүңүздөр. Бул биринчи номердеги ат болду. Кудай кааласа кимге насип кылган болсо тугандар, лимон аттын турушу эң сонун. Мына өзүңүздөр да бир байкап көрүңүздөр. Биринчи номердеги ат болду достор. Бул лимон деген. Чатка аяктары. Кийинки ат кайсы болот азыр көрөбүз. Айда жаныбар, мына тугандар. Экинчи ат келе атат. Аттын турушу 5 жылдыз тугандар. 5 кашка.
Mına mesela tuğanlar bul attın demi. Mına maç öt kete. Tuğanlar bul attın demi malumatını sizlerge alıp bereli. Ha Ulukbay. Bul atın boyunca malumat ver. 5 kaçka eken ha? 5 kaçka. 5 kaçka. Bu can geldi restorana. Arasından canı geldi. Can geldi. Bul çekçe yet koy he. Hmm. Kapkara adı eken. Mına dostlar. Bu mingi mes buluk. Ha, jaşı qanday? 5 yaş oldu da. Ha, жаңасы екі асы екен да? Nasıl oldu da? Екі асы 5 жаш Bizim қараңыздар. oldu geldim. Ha. Мына серді қараңыздар, серді. Аттың тояқтарын тазалығын бір сәл көрсетейін. Тақа қағылып тұр жа, тақа. Ақаны бүгін қағып қойдым. Ha, бүгін жағын қақтың. Алған адам өзі. Құда қаласа баяғы қыразылы бені үйретеді да. Аха. Бұл будион емес пе? Порода? Белгісіз. Малыматы белгісіз туғандар. Мына бойы қанша шығады ұлық? 70 таза шығады. 1.70 таза. Бұны енді тәрбиеге келтірсе, құда қаласа болады да туралы. Сын шыншалық әлі болар деймін. Сынына сөз жоқ. Мына достар көріңіздер, 1.70 бойы бар екен. Бірақ жанына келсеңіздер де аттың чоң екеніне мани бересіздер. Аттың сынды екеніне өзіңіздер дағы күбі боласыздар. Беттішін көргіз қойшылық. Сіздер міне кәтті, мағызулары. Мына бұл турбақ ажы баяғыда олып тұрған аты. Аттың жашыға башқаса полный гарантия. Чекайын ең сүріп жаңы тіштелмей. Аттың жасына, тұяғының тазалығына гарантия бересің. Қанда гүлікі кирет дейсің бе? Гүлік атқа. Гүлікке кирет. Қанда гүлік бар, а? Қайман атын не деп қойдың бұны? Қаракөз. Қарагөз. Мына достар, қарагөз деген жалтыраған ұшыл ат. Бұл Россияда ошонда үйірде жүрсе керек, бұлар, а? Бұл Памоев цыгандардың қолында жүрген. Цыгандардың қолында? Жалдар қарасаңыз, жалдар үстіне тұртып алады. Көбінше мен білішім бойынша цыгандар үшін тұртып аяғда қылышар екен. Жалдың жарымынан өдесін қырып қойып өткен да? Мына достар. Тұрушы өте дерзкий ат екен ұлық. Мен де ошонсыға сынына қызық. Сынына қызықтың ба? Солығына, тазалығына. Ана байға мінгенде Açılat. Açılat da құда қаласа бұл жүгіре тұрған ат екен, назарымда. Ана байғыда характері жоқ екен. Жама характері жоқ бұл? Характері осы жоқ екен, құда қаласа. Жегендері жақсы бұл? Жегені, байғыда жетені басы дөй қылғандары. Ең соңына? Зор екен. Зор, қараңыздар туғандар. Бұның басы bağlana mı? Қарагөздің. Ya. Жеңілі рағыны алдым, 6 мың. Жеңілі рақ алдың, жеңілі қой отасың. Жеңілі қой отамын. Мына туғандар, жеңіл алып. Егер бұны башқа неме қылып, ішіне сабыр қылсаң, ондан үстінде айтсаң не olur? Тәте болады. Бағып тұрып, үйретіп тұрып деген, а? Bir bastırып қой, ұлық. Қараңыздар туғандар. Атты бір бастыралы. Атты көріңіздер, $6.000. Екінші номердегі Қарагөз деген аттың басы бағаланды. Егерде кімге жаққан болса туғандар, номерлер алдыға ұлықтың номері қойылды. Чалып сұраңыздар, атты жақтырыңыздар. Кімге жаққан болса туғандар, класс деген белгіні баса кетсеңіздер болады. Бағаларын мен жазып қойдым. Туғандар, шашылыңыздар. Сынын бардығын көрсетіп берейін. Mesela tuyakların жақындағын тартып. Tuyaklar da ne eкен, өзгөчө екен, а? Еш дайы жоқ екен, ері бая. Дет жерлі портыға нұрды. Мына жер, а? Болды. Мына тоғандар бүгінгі шығарылышты үшінменен біз жиынтықтайбыз, достар. Аттарды қандай екен, Ұлық Мырзаның бүгінгі шығарылыштағы Қарагөз менен Лимон деген аты шықты. Ондар көріп, сымдан беріңіздер. Ана mesela soğudağa bereke kağlamakçıyız. Uluk Mırza işlerine iyilik. Tinç bol, tamam bol. Algan adamlar bereket tapsın ha Uluk ha. Şunu Uluk Mırza'dan aldım öyle degen. Sebep bakalım ne ki? Allah'a şükür az satı otamın bir kişiye
bir attın arkasından 3-4 attı satı otomatik. Bayağı da алардын шериктерине деген а? Şeriklerine, özüne dağı. Ha. Ülke matın zor çıktı rahmat. Dağı bir Башка таап бер дегендер болот тубу? Ошондой iş kıldım Zabret'e. Жакшы, жакшы. Жакшаттар tağı verdim, birinci sattan. İkincisine dağı 3-4 verip. Жакшы. Olmasa bundan da narıdağı Жакшатка табыш hareket. Элдерге жакшы аттарды ыйгара бер да. Şurada da. Мына туугандар. Анда көрүшкөнгө чейин туугандар, аман болуңуздар. Бастырып кете бер ол.